сізде договор бойынша дұрыс қой, қазіргі уақытқа дейін қанша уақыт өтті уже? Енді сізге міне 21.03.2025-ке дейін уақыт беріп тұр, 3 күн уақыт беріп тұр. Осы уақыт аралығында төлеп тастасаңыз, біз деланы жабамыз. Төлемеген жағдайда дальше сотқа беріп, менің услугам болса. Бірінші мен мына келіп тұрған себебімді айтып жіберейін сізге. Кінәлімін, айыптымын ғой, бір шынымды айтайын, Рамазан айы ғой. Мен төлей алмаймын 13 күн ішінде. Өзім жұмыссыз адам. Сіз соған дейін қолхат жазып бер десеңіздер жазып берейін. Том заңгер, заң қызмет орталығы. Қарызды толықтай мойындаймын. Толықтай өтеуге міндеттенемін. Все болды. Енді қараңыз, бір түсіндіріп өтейін. Енді осымен пока тоқтай тұрып, но дальнейшем ол уақытта төленбеген жағдайда, сол уақытқа дейін, бір айға дейінгі қарызыңыз қосады, и менің услугам қосады. И дальше сот арқылы өндіреміз. Все жақсы. Жақсы, Алла разы болсын.